сен қазақсың ба, ұйғырсың ба деген жоқ. Қытай ұлтынан басқа ұлттардың барлығын қамады. Яғни Қытай бір тұтас Қытай территориясында тұратын ұлттардың бір барлығы ғана бір тұтас Жоңғар Қытай. ұлты деген ұлт жасап алмақшы болды. Соның тепкісін сіздерге де жетті, көрдіңіз, лагерде жаттыңыз. 1,5 жыл жаттым. 6 ай үйғамақта болдым. 214 миллион Теңге бола ма? 925 мың. 215 миллион Мал теңгедей. мүлікпен қосқан кезде 5-те 6 миллион Юань. юань мөлшерінде болады. Чай мәдениеті десе біз бірінші Қытай есімізге түседі. Қытайдың чай мәдениеті деп. Негізі чай мәдениетінің көкесі біздің қазақта болған бір ғасырдан бұрын. Ал қазіргі Қазақстанда қолданылып жүрген түйіршік шай бұл адамның асқазанын ысытады, қанын ысытады. Асқазаны ысыған адамнан жағымсыз дем шығады. Адамның асқазанында ыстық болғаннан кейін, қанында ыстық болғаннан кейін шаш ерте ағарады. Қазір менің қолымда 6 түрлі шай нарықта бар. Қандай? Бауыр майласу, өттің қоюлығы, әйелдердің ішкі құрылысындағы суықталу, етеккірдің қалыпсыздығы, қан қысым, сахар. Демек Қазақстанның өзге аймағындағы азаматтар сізге хабарласып, хат жазып, осы шайды өздерінің өңірлерінде сатуға франшиза деп айтамыз ғой. Ондай мүмкіндік бар, иә? Бар. Ертең мынау өмір түгесіледі, тоқтайды десе бүгін не істейсіз? Шешеме телефон соғар едім. Айта алмай жүрген көптеген сөздерім бар еді. Кешірім сұрайтын едім. Қызымның маңдайына сүйіп, күйеуімнен де кешірім сұрайтын едім. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Тізгінде Арман Құдайберген. Бүгін студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, Жазира Әсенқызы. Жазираке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді қазақ жұрты кәсіпкер, сана трансформациясының символы ретінде жақсы таниды. Миллиардтан астам Қытайдың арасынан суырылып шығып, қазақтың қыздарының қайсарлығын, батырлығын танытқан жандардың бірі һәм бірегейсіз. Сізбен бұл біздің нешінші сұхбатымыз екен? Төртінші сұхбатымыз, иә. Бұған дейін енді көбіне осы саяси әлеуметтік тақырыптарға дендеп едік. Енді бүгін сізді жеке бренд ретінде, тұлға ретінде қалыптастырған не деген сауалдарға кезек келіп тұр деп ойлаймын. Айтыңызшы, сіздің бойыңыздағы қандай бір 3 қасиетті ерекше бағалайсыз? Менің бойымдағы өзім бағалайтын 3 қасиет. Мен тығырыққа тірелген кезде ешқашан тоқтап тұрып қалмаймын. Өзім айтам, Жазира, өмірдің 99 тарау жолы бар. Сенің тірелгенің бір-ақ жол. Қалған 98 тармағынан жол іздеуіңе болады деп, сол жерде жатып қалмаймын. Ұшып түрегеп, келесі бір жолға түсіп жүре беретін әдетім бар. Бұл менің ең басты қасиетім. Екінші қасиетім, мен ешқашан біреуден бір көмек күтіп отырмаймын. Оның ішінде ата-анам да бар, туыс-туғаным да бар, дос-жараным да бар, тіпті отбасым, күйеуім, отағасым. Мені ата-анам сүйреу керек, көмектесу керек, күйеуім сөйту керек демеймін. Өз күшіме сүйеніп, өз тірлігімді өзім жасап кетуге, ешкімге тәуелді болмауға тырысам. Үшінші қасиетім, енді қазір мен 76 жылдыкімін, жасым 50-ге келді. Өзімнің құрбы-құрдастарым бар, кластастарым бар, замандастарым бар деген сияқты. Оларға қарағанда мен өзімді шыны керек әлі 25-30 жастағы адамдардай сергек сезінем. Удасыренеге қарағанда ғана, мен 50-ге келіп қаппын ғой деп есіме түскенім болмаса, мен өзімді сондай жас сезінем, өзімді жақсы күтем. Денсаулық жағынан, түрлі әйелге күтім көп керек қой. Өзімнен ақша аяған емеспін. Өзімді қатты жақсы көрем. Бұны неге сұрап жатырмын? Жалпы адам баласы өзін өзі бағаламаған кезде, тұңғиыққа батып, неше түрлі жаңағы стресс деп жатамыз, өз-өзін жоғалтып алған кезде, немесе қазір қоғамда өте көп азаматтар бар. Енді біз журналист болғаннан кейін ел ішінде жүреміз, өзімді таппай жүрмін деген азаматтарды жиі кездестіреміз. Солардың біршамасына сіздің бүгінгі сұхбатыңыз бір өмірлік құндылық ретінде, жол сілтеуші ретінде өнеге болады ғой деп ойлаймын.
кәсіпкерсіз сіз негізі. Иә, Әу бастан. Миллиардты мойындаттыңыз. Соның ішінде отырып кәсіп жүргіздіңіз. Енді миллиардты мойындаттым десем, енді суырылып шықтыңыз деп айтайық. Иә, Миллиардтың ішінен суырылып шықтыңыз. мақтанған ретінде болып қалатын шығармын. Бірақ мен өз ортамда, өз көлемімде, үйімнің, мен әкем бар кезде өте бақытты, ауқатты отбасында ержеттім. Иә. Біз қоғамға шығайын деп тұрған кезде әкем дүниелік болды. Бір үйдің рыздығы, берекесі, жылуы барлығы бір адамда болады екен. Әкеммен бірге кетіп қалды да, біз бірнеше жыл қатты кедей тұрмыс кешірдік деп айтуға болады. Сол кезде мен кедей отбасындамын, мен осы бойы қалдым дегем жоқ. Үрімжі деген нән қала, оған барып сіңіп кету, ол ортаға үйлесу, ол жерден ақша табу деген екінің бірінен келе бермейтін нәрсе. Үрімжі деген алтайлықтар үшін шетел сияқты болды ол кезде. Соған Қытай ақшасымен 200 юан, оның 87 юан автобусқа кетті. Ар жағында 13 юан жолда тамаққа кетті, 100 юанмен барып. Мен Үрімжіде жақсы ақша тауып өмір сүрген адамның бірімін. Кенетінде жалғыз бауырым абырайдан қайтыс болған кезде кері Алтайға қайту керек болды. Алтайға қайтып шешемнің қасына келдім. Ол кезде де импорт экспорт осы жақта компания дейді, ол жақта серіктестік дейді. Серіктігін құрдым, кооператив аштым, және сода өндірілген тауарларды оптым сататын магазин болды. Сондай кәсіпте болдым. Және мен жалаң кәсіппен қалғам жоқ. Мен өзім кішкентай кезімнен кітап оқуға қызығам. Ондай әуестігімде тастағам жоқ. Мерзімді басылымдарда енді ерекше ақынмын деп айта алмаймын. Бірақ өзім әуестігім ретінде өлеңдерім, әңгімелерім жарияланып тұрды, сыйлықталған кездерім болды. Өзің шығармашылықты қоса алып жүрдім. Иә. Десе де енді өмірдің өзі қиыншылық пен қуаныш қатар жүреді ғой. Қиын кезеңдерді бастан өткердіңіз, ол жайлы бұған дейінгі сұхбаттарда тереңінен қаузадық. Қытайдың салқын саясатының бір парасын бастан өткердіңіз. Тағдыр желі сізді Қазақстанға қайда алып келді? Менің 40 неше жыл өмірім Қытай мемлекетінде өтті. Ол мемлекетті де мен ол мемлекеттің азаматы болғаннан кейін ол да менің мемлекетім. Ол да маған шыны керек ыстық. Су ішкен құдығым дейсіз ғой. Ол кезде ол менің мемлекетім. Өз мемлекетімді тілін құрметтеуге, оның саясатына бағынуға, заңына бағынуға мен міндеттімін, ол менің борышым. Сол азаматтың ретінде тіпті елбасына күн туса, сол мемлекет үшін біз күресуге, соғысуға, жанымызды құрбан етуге дейін біз бар едік. Жекемен емес, ол жерде өсіп өнген қазақтың барлығы да сондай болды. Дей тұрған менде адам тегіне қанына тартады ғой. Қазақстан ол біздің екінші бір мемлекетіміз, тарихи отанымыз ретінде, оның да жүрегімізде бір махаббатымыз бар. Көргіміз келеді, ол жақтағы қандастар қандай екен, салт дәстүр қандай екен, барғымыз келеді дегенде барлық қазақ енді 100% деп кепілдік бермей ақ қояйын. 80-90% қазақтың Қазақстанға қоныс аудармаса да келіп қайту, көру, және оған деген махаббаты бар деп, сағыныш бар деп, оны толыққанды айта аламын мен. Мен де сондай қазақтың бірімін. Бірден енді көшіп келе қоямыз деп белді бекем буғамыз жоқ. Әкем қайтыс болды, жалғыз бауырымнан айырылдық. Туыс туғанымыздың барлығы сол Қытай елінде өмір сүргендіктен, бұл жақта туыс туған жоқ болғандықтан бірден бір мемлекет, енді ойлап көрші, Астанадан Алматыға көшу. Бір ауылдан бір ауылға көшудің өзі оңай шаруа емес. Бүкіл туыс туғанды, бүкіл тірлігіңді тастап, сен бір мемлекетке келу деген, ол батыр адамдардың, жүректі адамдардың, қайсар адамдардың, батыл адамдардың ғана қолынан келетін іс. Бізде ол батырлық болғанмен, бізде сол кезде ол жағдай бола қойған жоқ. Ал біздің жағдайымыз жасалған кезде ол саясат жүріп кетті. Саясат жүріп кетті де мені жоспарымнан тыс, одан ертерек келуге мәжбүр етті. Айтып өттім ғой әңгіме басында, бұған дейін сұхбатты көрмеген жандар үшін бір шағын түрде айтып өтсеңіз, не мәжбүрледі Қазақстанға келуге, аяқ асты келуге, жоспарсыз түрде ғой? Мен дәл қазіргі Шинжаң қазақтары сияқты, дәл қазіргі Шинжаң қазақтары отырып,
біз дамыған елде өсіп жатырмыз. Басымызда үйіміз бар, қазанымыз асулы, асымыз пісулі, бақытты да баяшат өмір сүріп жатырмыз деп асықпайтыны сияқты мен де асықпай жүрген қазақтың бірі болатын. Өйткені ол елде өзіміздің тірлігіміз бәрі жақсы болды деген сияқты көшу ойында болсақ та алды артымызды жиып ап, туыс туғанымызды көндіріп ап, әулетімізбен бір-бірімізді тағы да сағынып жүрмей құрысын деп келеміз деп жүрген кезде Қытайдың ішкі саясаты басталды. Ол жерде сен неге қамалдың, мен неге қамалдым, немесе мен қашан шығам, сен қашан шығам дегенге бас ауыртатын немесе сұрасатын жағдай болған жоқ. Әркім әрқалай телефонда WhatsApp болған үшін, Қазақстанға туысшылап келген үшін, Қазақстанға жәрмеңкеге өкімет өзі паспортын бітіріп өзі бастап келген үшін, немесе әр түрлі жағдайменен Қазақстанның ықтияр қаты болған үшін, Қазақстанның паспортын бітірген үшін деген сияқты әйтеуір сылтау тауып әртүрлі жағдаймен аз ұлттарды қамады. Жеке қазақ емес, оның ішінде дұңған, ұйғыр әр ұлт бар, қамады. Енді дұңған мен ұйғырды түсінікті, өздерінің елі жоқ, тағдырдың жазғаны ғой. Енді Қазақстанда да не үшін бұл жерде? Қазақстанды жау көрді ме Қытай? Қытай ол жерде мынандай бір нәрсе болды. Енді бір Америка, бір Қытай дүниенің қожасы болғысы келеді. Дүниенің қожасы болу үшін олар өз ішінен бұрылт жасап алу керек болды. Егер олардың ішінде ішкі қайшылық болатын болса, ұлтараздық болатын болса, ішкі қайшылық болатын болса, ол Орта Азия елдерін экономикасы менен, тауары менен жаулап ала алмайды. Артына жалтақтай береді ғой қайта-қайта. Шекара кез келген уақытта сол себепті шекара жабылып қалуы мүмкін, басқа елдермен қарым-қатынас жасай алмай қалуы мүмкін емес деген сияқты. Өзінен бұрылт жасап алу керек болды. Бұрылт жасап алу керек болу үшін алдымен оларды қамап, кішкене бастықтырып, десін басып алу керек болды. Әртүрлі олардың жұмысқа әрекеттері болды. Сол себепті ол сен қазақсың ба, ұйғырсың ба деген жоқ, Қытай ұлтынан басқа ұлттардың барлығын қамады ол жерде. Яғни Қытай бір тұтас, Қытай территориясында тұратын ұлттардың бір барлығы ғана бір тұтас Жоңхуа Қытай. ұлты деген ұлт жасап алмақшы болды. Соның тепкісін сіздерге де жетті, көрдіңіз, лагерде жаттыңыз. 1,5 жыл көрдіңіз. жаттым, 6 ай мақта болдым. Бұл енді мақтанып айтатын нәрсе емес. Енді өзім 40 неше жыл өмір сүрген, мысалы үшін ол кезде ол отанда менің отан анам. Енді отан анаң деген анаң өзіңді жақсыдан жақсыз апарып сондай бір тепке сақ қойғанына әрине өкпе ренішім бар. Оны бұдан бұрын да айтқам. Әзірде айтып отырмын. Ол өкпе бір күн, екі күнде сейіле қалатын өкпе емес. Менің бір мынандай бір мінезім бар. Мысалы үшін мен лагерден шыққаннан кейін де сол жақта өмір сүріп жатқан адамдар бар. Келмей. Мен қатты ренжідім. Бір мемлекетті тастап, туыс туғанымды тастап кете салдым. Жарайды деп. Астанаға, мен Астананы өте жақсы көріп келгем. Бір адамға ренжідім. Ең сүйікті қаламды тастап кете салдым. Мен шеңберден шығып кеткенді жақсы көрем. Адам өзін бір шеңбердің ішіне қамап ап, неге олай, неге бұлай деп ойлана берсең, адам мәңгі дамымайды. Және сол сынақтан құтыла алмайды оңайшылықта. Және сол шеңбердің маңайында сеған басыңа түсіп тұрған қиыншылыққа қатысты дос-жарандар болады. Сен ұмытайын дегенмен олар ұмытқызбайды. Есіңе салып, әңгімелеп, сұрап, шұқылай береді. Содан кейін адам оңай күйзеліске түседі, тұңғиыққа бата береді. Сондықтан кез келген уақытта сол шеңберден, енді мен құсап бір мемлекет тастап, бір қаланы тастап кет қал демеймін. Бірақ сол аумақтан шығып кеткен дұрыс болады. Аурасын өзгертіп жіберу керек. Кейбіреуге экономикалық жақтан, кейбіреуге ақылыңмен, сөзіммен деген сияқты бағыт бағдар көрсетіп, сүйеу болып жағдайым бар. Соның қарымшысы болар. Адам біз көбінде ренжиміз ғой. Мен пәленбайға жақсылық істеп едім, сол менің жақсылығымды білмеді, қайтармады дейміз. Жоқ, ол сенің жақсылық істеген адамнан өміріңнің соңына дейін тіпті екі дүниеде де қайтпауы мүмкін. Бірақ Алла тағала
соның қарымшысына саған басқа бір өзің танымайтын адамды көмекке жібереді екен. Мен Қазақстанға, Астанаға келгенде болсын, бір туысым жоқ қой алдымнан. Маған мені күтіп алатын адамды да жіберді. Тіпті өмірі танымайтын жерлік қандастар, Бағдат деген, Ербол деген жерлік кісілер Астанада тұратын мені туған ағамнан да артық көмектесті. Күні бүгінге дейін мереке мейрамда үлкен бастарын кішірейтіп, сәлемдерін жолдап, Астанадан Алматыға келсе Арнауыл менің шаңырағым атбасын бұрып, менімен әңгімелесіп, сені сағындық деп қайтады. Алла тағала маған сондай көмекші адамдарын жіберді. Қиындықтың бәрінен мүмкін Алла тағаланың сүйген құлы болғандығымнан, мүмкін өзімнің бір Аллаға жағатын сондай бір ізгі істерім болғандықтан ба, барлық қиыншылық кезде соның маған жолында ашылып отырды. Түсінікті, тамаша. Жазира әпке, жаңа әңгіме басында біз сізді кәсіпкер деп таныстырдық. Кәсіпкер ретінде арғы бетте жүрген кезде қанша қаражат жоғалттыңыз және Қазақстанда қанша шығынға ұшырадыңыз? Шыққан шығындар ғой, иә? Иә. Қытайда жүрген кезде мен жақсы ақша таптым. Елдің алдында жүрдім. Ешқандай қиыншылығым болған жоқ. Жоғалтқан ақшам, ақшалай десем 3 миллион юанның үстінде шығар. Теңгеге шыққанда? Теңгеге шыққан кезде 71-ге көбейтесің. 214 миллион теңге бола ма? 925 мың. 215 миллион теңге. Мал-мүлікпен қосқан кезде 5-6 миллион теңге мөлшерінде. Юань. Юань мөлшерінде болады. 500 миллионға жуық қаражат жоғалттыңыз Қытайда. Ал Қазақстанда қанша қаражат жоғалттыңыз? Кәсіп бастаймын деп. Қазақстанда кәсіп бастауға кетті. Аз дегенде бір 20 миллиондай ақша кеткен шығар. Бірақ оның пайдасын да көрдім. Менің ең күшімнің де, ақшамның да жоғалған жер Астана. Үй кетті. Ол үй үшін мен қаншама ұйқысыз, күлкісіз еңбек еттім. Сол үй кетті. Материалдық заман ғой қазіргі таңда, шын айту керек. Өйткені 80 мың теңгеге, 75 мың теңгеге жұмыс істеп жүрген кісілер бар екен. Мен естіп таң қалдым да. Солар ондай азаматтардың саны баршылық Қазақстанда. Ол айтуы мүмкін да. Бұл 500 миллион теңгені Қытайда бір жоғалтады, Қазақстанға келіп тағы 100 миллионға жуық ақшаны бір жоғалтады. Бұлар қалай тауып жатыр? Бұлар қалай жүр ол ақшаны жоғалтып алғаннан кейін деген сауал туады еріксіз. Оған былай жауап берейін. Лагерде ақшамыз тұрды, еркіндік жоқ. Банктегі ақшаны келіп қолыңа салса, сен оған саған көк тиынға ес қатпайды. Ақшамен адам айтып келген ажалды ақшамен өмір сатып ала алмайсың. Ажал айтып келіп тұрса. Осы жолы Дубайда қаншама адам қамалып қалды. Қанша ақшасы болса да әуе жолы жабылып қалды. Ұшыра алар ма еді? Ұшыра алмайды. Біз еркіндікті ақшамен сатып ала алмаймыз ол жерде. Ақшаң болып тұрып, біз магазин ала алмаймыз, еркіндігіміз жоқ. Ұнатқан киімін сатып ала алмайсың, ұнатқан тамағын сатып ала алмайсың. Саған қағаз ретінде. Бізге ол кезде ақшадан да маңызды, бізге еркіндік болды. Еркіндікті ғана аңсадық. Еркіндікке шыққаннан кейінгі біз тағы нені сезіндік? Түрмедегі ол кішкентай еркіндік екен. Бізге ең үлкен еркіндік өзіңнің тарихи отаныңа оралып, емін еркін, ешкімге жалтақтамай өмір сүру. Бұл ең қымбат, ең құнды нәрсе екенін сездік. Сондықтан да мен жоғалтып алған ақшама күйреп кеткен жоқпын. Ол кезде біз ақшаны ғана емес, туыс-туғанды да жоғалттық. Туыс-туғаным бәрі Қытайда қалды. Ата-ана қалды. Ата-анамыз қалды. Қытайдан Қазақстанға келген Жазира мен бүгінгі жаңа сана эфиріне келіп отырған Жазираның арасында қандай ерекшелік бар? Қытайда жүрген кезде Жазираның ойы, мен ақша тапсам, жақсы киім кисем, жақсы тұрмыс өткізсем, одан маңызды еш нәрсе жоқ. Тіпті мен күйеуге шығуды да қатты бір бас қатырып ойлап көрмегенмін. Күйеуге шықсам, туыс-туғаның айтады, достарың айтады, жасың өтіп барды ғой, күйеуге шықсай, бала көтеру жасынан қалып қаласың, бала тауып алсаңшы, ұрпақ деген маңызды деген кезде,
мен сол ақша тапсам ақшаға бәрін сатып ала беремін. Ақшаға күйеу де келеді, ақшаға бала да келеді, ақшаға бақыт та келеді, бәрі келеді деп ойлағам. Бірақ менің ең үлкен қателескен жерім сол Қытайда біз өте тар шеңберде білім алыппыз. Қытай енді дамыған ел, ода керемет білім аласың дейді. Бірақ ол жерден ең негізгі білімің сен Қытай тілін үйрену ғой. Қатып қалған қағида, өзің көтере алмайтын мектеп сөмкалары, түннің бір уағына дейін тапсырма орындап болмаған таңертең 5-те тұрып тағы орындау деген сияқты. Адамды барынша басып, қысып, тар шеңберде ойлануға мәжбүрлеп тастайды. Бізде сол тар шеңберде ойланып қалғанбыз. Көп адамдарға қарағанда мен тағы да әдебиетке жақын болғаныма қуанам. Өйткені бізде Қазақстанның ол кезде шекара ашық болды, кітаптарды өткізе береді. Қазақстанда көп ақын жазушылардың кітабын оқыдық та, басқаларға қарағанда сәл біздің көз аяғымыз ашықтау болды. Дей тұрғанмен де Қазақстанға келгеннен кейін мен нені түсіндім? Бірі, біз Қытайда өзімізді аса мәдениетті санайтынбыз. Қазақстанға келгеннен кейін біз өзіміз ойлағандай мәдениетті адамдар емес екенімізді түсіндік. Қытайдан келер кезде мен 4 чемодан киім алып алғам ғой. Қазақстан кедей деп. 2 айдан кейін 4 чемодан киімді мен бүткілдей тастадым. Жаңа киім алдым. Қазақстандағы киімнің фасондары, оның денеге жайлылығы, сапасы бар жағынан, Қытайға қарағанда қымбат дей тұрған менде адам рахаттанып киесің, өзіңе бір жайлық табасың. Киім кию мәдениетіміздің жоқ екенін байқадым. Осы ретте осы біздің сана трансформациясы деген арнайы рубрикамыз бар. Сіздің осы жаңа айтып отырсыз ғой, келгенге дейінгі және келгеннен кейінгі көзқарастарыңызды, ақшаға деген көзқарасыңызды сұрасам деймін. Сана трансформациясы қалай жүрді? Бұрын және қазір. Қытайда жүрген кезде ақшаны тек еңбектенген адам ғана табады деп ойлайтынмын. Сен тынбай еңбектен, сен еңбек ете берсең болды, ақша келеді деп. Бірақ ақша деген нәрсе сен қаншалық еңбек еттің, соншалық қана келеді екен. Қытайдағы идея бойынша. Қазақстанға келгеннен кейін мен ақшаны адам әрине әрекет жасайсың. Әрекет керек. Бірақ адам байлыққа идеясыз, жан тәніңмен, жүрегіңмен дайын болуың керек екен. Сен қаншалық еңбек етсең де, сен өзіңнің жан тәнің, миың, жүрегің, сана сезімің байлыққа дайын болмаса, еткен еңбегінің ақшасы далаға кетеді екен. Мысалы, мен қанша ақша таптым, неге өзіме тән болмай қалды? Неге одан оңай айырылып қала бердім? Сондықтан адам бірінші өзіңді жақсы көр, байлыққа дайын бол, сен соны сезін, және мен сезінсем болды, аспаннан ақша жауа береді екен деген оңай нәрсе жоқ. Соған қарай әрекетін жаса. Ал сәтсіздікке деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Сәтсіздікті мен қазір сәттілікке апаратын жол деп қараймын. Ал бұрын? Бұрын мен сәтсіздікті сынақ, мынау қиыншылық деп қарайтынмын. Бірақ бәрібір жол табу керек деген менің екінші санамда екінші бір ой жаңғырып тұратын. Ал бақыт деген ұғым ғой, үлкен ұғым. Оған деген көзқарасыңыз трансформацияланды ма? Бақыт деген сенің қазіргі сәтің. Бүгінгі жазираның айтып отқан дәл қазір жазира бақытты. Неге дегенде сен мені бағалап, айтары бар ау, осы адамың деп шақырып отырсың. Бұл маған деген үлкен құрмет. Халыққа осы кісінің бір берері бар ау деген дәл қазір сәтіммен бақыттымын. Ал бұрын бақыт деген не деп ойладыңыз? Мен бұрын бақыт деген бай болсаң, шытыр-шытыр ақшаң қалтаңда жүрсе, сол ақшамен мен бәрін сатып ала аламын, сол бақытты адам деп ойлайтынмын. Бақытты болудың ақшамен көк тиын қатысы жоқ. Көзіңіз оған жетті? Жетті. Ақшада болды, болмаған кездерде де бастан өткердіңіз. Соның барлығынан қазір шығып келе жатсыз. Қандай кәсіптерді жүргіздіңіз Қазақстанға келгенде? Мен енді жақын танимын, сізбен енді 4-5 жылдық таныстығым бар ғой. Десе де экранның арғы бетіндегі көзқарақты көрермен. Сізді қандай кәсіпкерлік жолдан өтті? Және сол жолда қандай қиыншылық көрді? Ол қиыншылықты қалай басып өтті деген көкейінде сұрақ болуы мүмкін. Сол жайлы айтсақ.
Қазақстанға ең алғаш келген кезде, шекарадан өткен кезде менің қалтамда Қытай ақшасы мен 2-ақ мың юан ақшам болды. Талап солай болды. Мен 45 күнге сұранып кеткен адаммын. 2-ақ мың юан ақшам өтесің, керек десең алтын бұйымдарыңды тағып өтпейсің. 2 мың юан сол кездегі курс 55 мың теңге. Демек 110 мың теңге ақшам бар. Алдымен Алматыға келем. Алма деген қыз тосып алады. Өзімнен кішкентай, бірақ жақын дос болып араласамыз. Үйіне барам, күтіп алады. Оған осы экран арқылы рахметімді айтам. Алғысым шексіз. Бір елден бір елге келгенде алдынан ақ жарма көңілін ала шығып, күтіп алудың өзі адамға үлкен көмек. Әпкесімен жездесінің үйіне тұрады екен. Бір көматалы үй. Өзі кешке жақын жиналмалы төсекпен ас үйде жатады екен. Мен барған күні соның орнына жездесі жатты. Үш әйел адам ана бөлмеге жаттық. Азаматтық қалай бітсе, мен 45 күнге сұранып келгем. Тез бітірмесем болмайды дейді. Делдалдарға хабарласамыз. Делдал деген қалықты адамды аямайды ғой. 30 мың юан сұрайды Қытай ақшасымен. Менде 2000-ның өзі 110 мың болса, 20 мың, жалпы бас-аяқ 1,5 миллионға жуық. 55 мың теңге ғой күрес сол кезде. Бас-аяқ 1,5 миллион теңге сұрады. Мен 110 мың теңгеден ол кезде ары кетсе бір 80-90 мың теңге ақшам бар ғой. Сол кезде Астанада енді бұны екі елдің адамы сұхбатты бірдей көретін болайын, атын айта алмаймын, бір сіңіліміз. Достық шеңберде қояды, үй жаттың. Соған Алматы екенім сала қойсам, келсеңізші, мен бармын ғой. Азаматтық бәрібір Астанадан бітеді ғой дейді. Астанаға барам, күтіп алады, өз үйіне жатқызады. Сонымен азаматтығымды үйіне тіркеуге тұрғызады. Астанаға келе салған кезде мен бірге көшеге кетіп шығады мені. Әрине ақшаның бәрін сол төлеп жүр. Телефон сататын жерге барамыз, мен ылғи iPhone телефондарын соңғы моделін қараймын, қасымдағы мен тосып алған күтеді. Күтеді деппін ғой. Күледі. Жазирапке, қалтаңызда бір ары кетсе 50 мың теңге бар. Біздің өзіміз пәлен-пәйлі өмір сүріп жатырмыз. iPhone-ның соңғы моделіне қарамаймыз дейді. Мен ойлаймын сол кезде мен өзім біліп білмей байлыққа дайын екенмін. Ақшаға дайын екенмін. Соған ұмтылыс жасап жүрген кезім екен. Алла сездірген шығар мүмкін. Сонымен не керек? Енді оларда ол кезде 2-ақ комнаталы үйде тұрады, күйеуі бар, баласы бар. Бір аптадан кейін мен айтам, маған үй арендаға алып бер. Деймін, көмектесіп үй арендаға алып береді. 70 мың теңге. Көрпе жастық, ыдыс-аяқ, сол қыз берді. Ішіне ішіп жем деген сияқты. Содан палау басып саттым. Дафанжи деген тамақ бар. Оны сағынып жүрген кезде, дәл қазіргідей қытайский дәмхананы кез келген жерден таба бермейсің. Мен өзім тамаққа шеберлігім бар. Өзімнің жақсы көретін пельмен, соны түйіп саттым деген сияқты. Астанада. Ары қарай карантин басталды. Мен ол кезде ауылда болдым. Ауылда болған кезде мен ол жерде ауланың ішін, ауылда кімнің үйінде көң бар, кімнің үйінде қара топырақ бар, соның бәрін тасып әкеп, ауланың ішін тындырып, түрлі көкөніс ектім. Әр түрлі жұмыс жасадым, одан қалаға ойыстық. Ханшатыр мен Бәйтеректің ортасында үйіміз болды. Әбу-Даби ол кезде жұмысшылар бар, таңертең ерте сол жердегі жұмысшыларға тамақ апарып гариламен қосып соны сатам. Арасында Түркияға барып бірнеше рет сауда кеп, оны сатам. Және Астанадағы түріктің киімдерін сататын жерден оптым бағада алып Қытайға жүткеп, Қытайға сатқызам. Таныс білістер арқылы сондай тірліктер жасап ақша таптым. Және мен де әдебиетке өспін дедім. Елдерге рекламаның сөзін жазып беріп, WeChat деген бір жақсы нәрсе бар, WhatsApp-тың сторисі бар, соған жазатын көп адам сауда істейді. Бәрі сөз қоры мол емес қой, бәрі әдебиетші емес, рекламаның сөзін жаздырады. 10 мың, 15 мың теңгемен, 30 мың теңгемен, тіпті бір айлық сөзін жазып берем, бір жылдық сөзін жазып берем деп, 200 мың, 300 мың теңгемен рекламаның сөзін жазып беретінмін. Копирайтер деп айтамыз ғой біз қазіргі тілде. Сол кезеңде сіз бастадыңыз. Бастап кеткенмін. Содан
Тағы қандай кәсіптерді өткіздіңіз? Осы шай бизнесіңізді өте жақсы білемін. Алматыға келдім. Алматыға келгеннен кейін сол ұсақ түйек сауда істеп жүрдім басында. Арасында Каспий магазиннің несін оқимын деп бір қызға алдандым. Каспий банктен қарыз алып тұрып оқыған болатынмын. Алдандым. Артынан сыр деп қояды ғой, мына пиццаның бетіне салады ғой. Ойбай, соны деп шымкенттік бір оранған әйел болды. Сол әйелден оны оқимын деп оған алдандым. Өтірік сабақ сатып кеткен ғой екеуі де. Сонымен сөйтіп жүрген кезде бір күні маған, мен өзім келген жерімдегі нағашы ағаларымызда өте мықты доктор болған, шөппен айналысатын, өзімнің әжем жарықтық, біздің әулетімізде де сол шөптен емделетін, қазақи емдер, ем-доммен жазылып алатын бір қасиеттер болған. Бала кезімізден біздің қанымызға да сіңген. Қазақстанға келгенде де мен өзім жеңіл-желпі тұмауларға Қытайдан табиғи шөптен жасалған шайлар алып ішетінмін. Сосын ең алғаш Қазақстанға осы таза шөптен жасалған, химикасыз, гормоналный емес сол шайды ішкен кезде өзіңнен не шөп ішіп отырғаныңды көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап отырып, рахаттанып отырып ішетін шайды ең бірінші Қазақстанға әкелген адам менмін. Ал енді бұл қазір Қытай шайы. Одан бренд жасадыңыз? Одан брендін жасадым, жанайым деп. Қазақстанда енді оны Қытай шайы деп қабылдайды, бірақ мен айтар едім, ол Қытай шайы емес, ол Құдайдың шайы. Жер шары дөңгелек, Алла тағалаға тән. Біз адамдар өзіміз мемлекетке бөліп алып отырғанымыз болмаса, ол жерден өсіп шығады, ешқандай мәнерленбейді. Адамдар жинап алып кептіріп, соны рецепт бойынша қаншасына қанша грамм қосу керек, қанша уақыт бұқтырып ішу керек, қанша уақыт қайнатып ішу керек деп жасап шыққан. Шай мәдениеті десе біз бірінші Қытай есімізге түседі. Қытайдың шай мәдениеті деп. Негізі шай мәдениетінің көкесі біздің қазақта болған, бір ғасырдан бұрын. Түймедақ, бақбақ шөп, күшәла, мысалы үшін өкпесі қабынған адамдарға құйрық майға күшәла ашытып ішеді. Құйрық майға сыр өлтіріп ішеді. Шұбатқа күшәла ашытып ішеді. Бұл өкпедегі ауруларды қоймайды. Сосын тағы не, бауыр майласу дегенге де ішеді. Рәк, бақбақ. Бақбақтың гүлі рәк ауруға өте жақсы. Жусан, асқазан ауруға өте жақсы. Біз кейінтінде бір ғасырдан кейін жібек жолы қазақтың шай мәдениетін ұмыттырып жіберді. Батыстан, шығыстан түрлі түйіршік шайдар барлығы ағылып кіре бастады. Ал қазіргі Қазақстанда қолданылып жүрген түйіршік шай ол адамның асқазанын ысытады, қанын ысытады. Асқазаны ысыған адамнан жағымсыз дем шығады. Адамның асқазанында ыстық болғаннан кейін, қанында ыстық болғаннан кейін шаш ерте ағарады. Бауырға май жиналады. Ал бұрынғы кезде түннің ортасында кешке жақын қонақ келсе, мал сойып, оны асып жеп болғанша 12-1 болады. Арғарай жата кетеді. Неге? Қазақтардың бәрі бауыр майласқан ауруынан қырылып кетпеген. Неге? Асқазаны құртпай рәк болып жарақатын айналмаған деген нәрсе бар. Ал осы ретте жанайымның өнімдері сол баяғы қазақтың шай дәстүрін, шай мәдениетін қайта қалпына келтіреді. Қалпына келтіру мақсатында. Қанша түрлі шай нарықта бар қазір? Қазір менің қолымда 6 түрлі шай нарықта бар. Қандай? Бауыр майласу, өттің қоюлығы, әйелдердің ішкі құрылысындағы суықталу, етеккірдің қалыпсыздығы, қан қысым, сахар. Әйелдерге арналған бұл, сосын? Әйелдерге, ерлерге арналған. Бұл шайлардың барлығын сіз нарыққа бүткіл Қазақстанға таратуды жоспарда отырсыз. Жалпы неше жыл болды айналысқаныңызға? 3 жылдан асып 4 жылға аяқ басып барады. 3 жылдан асып 4 жылға. Сұраныс қандай, кері байланыс қандай болды? Сұраныс өте жақсы. Менің шайымды алған адам екінші ол шайдан айырыла алмайды. Жалғыз тұрып алады, ішіп болады. 1-2 ай ұмытып кетуі мүмкін арасында. Қайта сырқаты мазалай бастайды, сол кезде қайта іздейді. Енді бұл жерде сырқаты деген кезде бұл шай дегенді дәрі деп түсінбеу керек. Шай басқа, дәрі басқа. Адамның денесінде 2 түрлі ауру болады. Бірі жедел науқас, бірі созылмалы науқас деген. Қазақ айтады, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ал онда ауырмайтын жол қайда?
ауырмайтын жол осы денсаулыққа пайдалы Шайда. шайда алдын алып отыру керек. Бауырға май жиналмау, өттің айдамай қалуы, асқазан жарақат алмау үшін, оның өзінің әрқайсысының етекке тоқтап қалмау үшін, тіпті күйзеліске түскетпеу үшін де ішілетін шайлар бар. Оны күнделікті қолданатын шай ретінде қабылдай береді. Шай ретінде қабылдай береді. Ал жедел науқас деген не? Ол сахармен ауырып тұрсың, мысалы үшін менде сахарға қатысты шай бар. Сахарды емдемейді. Қант диабеті ғой, Қант диабеті. Ол емдемейді. Бірақ та оның дамып кетуінің алдын алады. Ал сахары жоқ адам болса, ол сахар болдырмауға пайдасы бар. Сондай шай. Біздің емханалар не қылып тұр? Егер ол жедел науқасқа, күрделі науқасқа ем болатын болса деген нәрсе бар. Сондықтан рак болсаң, бауырдың қатерлісігі, өкпе туберкулез, ішқұрылыстағы қатерлі өспелер деген нәрсеге міндетті түрде ол емханаға барып қаралу керек. Ал мен ауырып қалмайын, өзімді күтімдейін дейтін болсаң, немесе адамның бойындағы созылмалы науқас деген адамның жанын алмайды, бірақ жаныңа маза бермейді. Оны елемей қойсаң, ол жедел науқасқа ауысып кетеді. Ол қиындап кетеді. Сол үшін оны жедел науқасқа ауыстырмау үшін созылмалы науқасқа ішу керек. Буын-буынның қақсауы, ұйқысыздық, жүйкенің тозуы, ашушаңдық, шаштың түсуі. Мысалы үшін адамның екі шекесіндегі шаш кей кезде ойылып түсе бастайды. Ол не деген сөз дегенде, ол бүйректе мәселе болса адамның шашы түседі. Жүйке тозса адамның шашы түседі. Сол кезде қайту керек, адам шай ішу керек. Менің өз күйеуімнің шашы өте сұйылып кеткен. Шайды ішті, қатарымен 3 ай ішті, жалықпай. Қазір шаш деген қою, қап-қалың. Адам кей кезде ашуланшақ болады. Ер адам болса әйеліне тартысып, ашуланып, екі сөзге келмей. Әйел адамда күйеуіне солай істеп тұрады. Оған да ішетін шайлар бар. Адамның көңіл күйін теңшейтін. Яғни отбасының татулығын сақтау үшін де шай ішіп, ажырасудың алдын алуға болады. Болады әрине. Тамаша. Бұл шайдың барлығын сіз сертификаттан өткіздіңіз, білуімше. Бұл шайдың барлығын 2 мемлекеттен де сертификатын алып отырмын. Тіпті біздің шайларды Магнумға, Тоймартқа, супермаркеттердің барлығына, аптекаға дейін кіргізуге болады. Демек, Қазақстанның өзге аймағындағы азаматтар сізге хабарласып, хат жазып, осы шайды өздерінің өңірлерінде сатуға франшиза деп айтамыз ғой. Ондай мүмкіндік бар, иә? Бар. Онда қадірлі көрермен, енді сіздерге мүмкіндік, бұрын тек Алматы қаласында ғана сатылып келген шайларды әр өңірге таратасыздар. Әр өңірге таратамыз. Керемет Жазир әпке, шайға қатысты біз біле бермейтін жайттарды айтып жатсыз. Осы күнгі қоғам енді медицинаның шарықтап дамыған кезеңі ғой. Сәл бір жерің ауырып, сырқаттанып қалсаң, дәріханаға қарай жүгіресің. Сол жерден әйтеуір керегіңді алып, уақытша сол ауруды тоқтатып қоюға тырысамыз. Шайдың алдын алатын да қасиеті бар екенін байқап жатырмыз. Жалпы қорытынды бір сауал болсын. Неге шай кәсібін таңдадыңыз? Қытайдағы жазира мен Қазақстандағы жазираның қандай farқы бар деп сауал тастадым. Қытайда бір тауарды екінші бір жерге апарып сатып, алып сатарлық дейміз ғой енді. Үрімжідегі тауарларды, ішкі Қытайдағы тауарларды Шиньянға кеп, Алтайдың ауданына кеп тасып, ол кәсіп істеп көрдік. Және Қытайдағы тауарларды Шығыс Қазақстанға жеткізіп, Шығыс Қазақстандағы кейбір тауарларды Қытайға жеткізіп, ол кәсіпті біз істеп көрдік. Қазақстанға келгеннен кейін бізде оқыдық, түрлі оқулар оқыдық. Көптеген психолог мамандар бар, оны тыңдадық деген сияқты. Уағызшылар да бар. Енді уағызшының бәрі жаман деп айтуға келмейді. Мысалы үшін соның ішінде атап өтсек Нұрлан имам. Ерекше рахмет айтам. Ол кісі де көп адамдарды депрессиядан шығарып, көп адамдарға дұрыс жол сілтеп жіберіп жүр. Оны өзіңде шет жағасын тыңдап көріп жүрген болуың керек. Хайырлы нәрсе деген бар. Шай адамдарға пайдалы. Ал адамдарға пайда келетін нәрсе, одан түсетін табыс маған хайырлы ма, хайырлы емес пе? Берекелі ма, берекелі емес пе? Адамдарға пайдалы және өзіме хайырлы табыс тапқым келді. Және мен шай кәсібін жалғыз өзім жүргізе алмаймын. Алла қаласа енді Қазақстан түкпір-түкпірінен сатушылар болады. Олар да пайдалы және хайырлы ақша тапсын. Өзіме де хайыр болсын, елге де пайдасы болсын
деген мақсатта осы чай кәсібін бастадым. Енді жаңа өзің айтып отырсың, аптекаларда дәрілер толып тұр. Иә. Бірақ ауру басатын дәрі ол уақытша, және оның кейде химикат құрамында. Ол денсаулыққа бір жеріңді емдегенмен екінші бір жеріңді бүлдіріп жүретін жағы тағы да бар. Үнемі оған қадалып алуға келмейді. Сосын емханаларға бару үшін, дәрігерге жазу үшін мен 2 жыл болды енді. Өзім чай тұтынып жүргеннен кейін болар, емхананың есігін ашқан жоқпын. Ашқызбай ақ қойсын. Осы бірнеше жылдың алдында 5.000 да 8.000 дәрігерге жазылу үшін. Иә. Және аппараттарға. Енді Қазақстанда тегін емдейді дей бергенмен, бүткіл аппарат тегін емес. Иә. Оның өзің ақша төлейтін кездері бар. Және оған автобуспен барсаң уақытың кетеді, таксимен барсаң ақшаң кетеді. Сағаттап күтуге тура келеді. Қазақстанда көп адамдар көп балалы ана. Иә. Сондықтан бұл чай деген нәрсе оңай үйіңде отырып күнделікті ішіп, сенің ақшаңды үнемдеуге, уақытыңды үнемдеуге, күйзеліске түсіп кетпеуге адамдарға көп жағынан пайдасын әкеледі. Яғни пайдалы кәсіп арқылы рахат аламын дейсіз ғой. Иә. Жақсы, енді біздің жаңа сананың өзінің тұрақты тағы бір рубрикасы «Бір сауалдар» қысқа. Шағын сауал қойсам, сіз жылдам жауап берсеңіз, ойыңыздың ұшқырлығы мен сіздің шынайылығыңызды безбенге салсақ. Дайынсыз ғой? Иә, дайынмын. Сізді ең қатты өзгерткен кітап немесе адам? Шынымды айтайын, мені ең қатты өзгерткен деп айтам ба, мені өмір сүруге қатты құлшындыратын Мұхтар Шаханов. Ол кісінің құрметі өте жоғары менің көңілімде. Лагерьге түскен кезде біздің бала шағымызда жаттаған өлеңдерін оқу арқылы біз өзімізге күш жинап, қайраттанып, сынбай, және Қазақстанға деген махаббат, бірі Мұхтар Шаханов болса, екінші Мейрамбек Бесбаевтың әндерін тыңдау арқылы біздің Қазақстанға деген махаббатымыз оянған. Біз сол кісілермен өлшегенбіз Қазақстанның адамдарын. Өткен шаққа орала алсаңыз, өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Өткен шаққа оралатын болсам, өзіме ешқашан әсіре ақ көңіл болма деп, қатты сеніп кетпе деп кеңес берер едім. Менің өмірімде адамдарға шексіз сену, өзімнің шамамнан тыс көмектесу менің түбіме жеткен. Медитацияны жоғары қоясыз ба, жоқ әлде әрекетті ме? Әрекет. Ең үлкен қателігіңіз үшін өзіңізді кешірдіңіз бе? Кешірген жоқпын. Адам 100% өзгере ала ма? 80% өзгереді. Трансформациядан кейін жылау жиіледі ме, әлде күлкіңіз көбейді ме? Жылау мүлде жоқ. Сіздің өміріңіздің ең басты миссиясы қандай? Адамдарға пайдалы, өзіме қайырлы әрекет ету. Қазір бақыттысыз ба? Өте бақыттымын. Сана трансформациясы дегенді қалай түсінесіз? Ол адамдардың барлығына керек, пайдалы. Адам істетпеген сусасит дейді ғой. Адам бір жерде тұрып қалатын болса, әрекет етпейтін болса, жаңадан білім алмайтын болса, заманға ілеспейтін болса, ол адам бәрібір чіріп жоғалады. Адам санасына үнемі өзгеріс енгізіп отыру керек, заманға ілесіп отыру керек. Сонда ғана адам өзінің жаңалап отырғанда ғана адам ешқашан сынбайды, ештеңеден кенде болмайды және күйзеліске түспейді. Тағы бір тұрақты сауалымыздың бірі, ертең мынау өмір түгесіледі, тоқтайды десе, бүгін не істейсіз? Шешеме телефон соғар едім. Айта алмай жүрген көптеген сөздерім бар еді. Кешірім сұрайтын едім. Қызымның маңдайына сүйіп, күйеуімнен де кешірім сұрайтын едім. Тілдеспегелі көп болды анаңызбен? Иә. Қанша жыл? 6-7 жыл. 6-7 жыл. Не айтқыңыз келеді? Кешір дегім келеді. Не үшін? Жас кезімізде балалықпен көп қателік өткіздік, ренжіттік. Кейбір балам деп айтқан ақылын жүре тыңдадық.
өмірде тәжірибе құртқан адам ау, өмірлік тәжірибесімен бізге ақыл айтып отыр ау деп сезінген жоқпыз. Сол үшін кешірім сұрайсыз. Өміріңіз бір томдық кітап болса, оның ең соңғы сөйлемі қалай аяқталар еді? Өзіңіз жазсаңыз. Менің өмірім бір томдық емес, бірнеше томдық кітапқа пара-пар. Ең соңында ешкімге ренжіме, ешкімді шама бар ренжітпе дейтін едім. Көп рахмет. Өмір ешкімнің ертеңі былай тұрсын, 1 минуттен кейінгі уақытына кепілдік жоқ. Біреуді ренжітіп алсаң да, біреуге ренжіп қалсаң да кешірісіп үлгермейсің.